Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың аты гравитация және кеплер заңдары деп аталады. Гравитацияның негізгі заңы Ньютонның бүкіл әлемдік тартылыс заңы. Яғни екі дене массалары m1 және де m2 болса, нүкте дене немесе шар. Арақашықтығы r болатын болса, оларға әсер ететін күш осыған тең. Мына G деген Кавендиштің атақты эксперимент арқылы анықталған 6,67 көбейтілген 10-11 дәрежесі Ньютон метр квадрат бөлінген килограмм квадратқа тең. Осы күшті қолдана отырып, біз есептер шығарайық. Біріншісі, күннің массасын тап дейді. Жердің орбитасы мынаған тең. Яғни жердің орбитасы 1,5 көбейтілген 10-11 дәрежесі метрге тең. Ал бір жылда 3,14 көбейтілген 10-7 дәрежесі секунд бар. Ал енді жер күнді шамамен шеңбер бойымен айналып жатыр, иә? В деген жылдамдық болсын. Центрден итергіш күш m омега квадрат L деп табылса болады. Немесе mv квадрат бөлінген L. Екеуі бәрібір. Айырмашылықтары жоқ. Тартылыс күші, енді күннің массасы m болса, gmm бөлінген L квадрат. Осы екі күш бір-бірін теңестіру керек. Сонда күннің массасы неге тең? L куб омега квадрат бөлінген g. Яғни омеганы біз білеміз, 2π бөлінген периодқа тең екен. Сол үшін бұл 4π квадрат бөлінген g квадрат болады. Детально жазайық. L куб, оны 1,5-дің кубы көбейтілген 10-33 дәрежесі. 4 көбейтілген 3,14 квадрат бөлінген гравитацияның тұрақтысы мынаған тең. 3,14 квадрат көбейтілген 10-14 дәрежесі. Ары қысқарып кетсін. Сонда бізде 1,5 куб көбейтілген 4 бөлінген 6,67 болады. 10-ның жоғары жақта 33, төменгі жақта 3 дәреже болады. Сонда 10-30 дәрежесі болады. Мыналарды не шығады? 1,5-дің квадраты ол 2,25-ке тең. 2,25 көбейтілген 1,5 көбейтілген 4 бөлінген 6,67 не болады? Бұл шамамен 7 болса, мынау шамамен 3,75, мұны екеуі 3,5, неге бірін қысқартады, мұнда 2 болады, сонда 2 қалады. Сонда шамамен калькулятормен есептесеңізде тура 2 көбейтілген 10-30 дәрежесі килограмм шығады екен. Енді 3 жұлдыз дейді, центр массадан айналады. Гравитация күштері арқылы центр массадан осындай тең бұрышты 3 бұрыш конфигурациясын сақтай отырып айналады. Қандай бұрыштық жылдамдықпен айналады дейді. Бұл жерде үшеуі тура центрден абсцисса мен меридианы бірдей болады оларда. Сол жерден айналады, омегамен. Сонда центрден итергіш күш мынау x болатын болса, m омега квадрат x деген күш итереді. Бұлай қарай бізде f деген күшпен тартады, бұлай қарай f деген күшпен тартады. Ортасы 30 градус, 30 градус екендігін білеміз. F бізде неге тең? Gm квадрат бөлінген L квадрат. Қабырғасы L-ға тең. Мынау да x болады, мынау да x болады. Сонда біз мынандай үшбұрыш арқылы x-ті тауып аламыз. X 30 градус. Мынау L бөлінген 2. Сонда x көбейтілген косинус 30 тең болады L бөлінген 2. X түбірасты 3 бөлінген 2 тең болады L бөлінген 2. Сонда x тең болады L бөлінген түбірасты 3. Ал m омега квадрат x ол L бөлінген түбірасты 3 тең болады 2f көбейтілген косинус 30.
осы ненің бойымен проекция, бұл күштердің проекциясы әсер етеді, қосылады. Мына проекциялар, перпендикуляр проекциялар бір-бірлерін жойып жібереді. Сонда бұл 2f көбейтілген түбірас 3 бөлінген 2, енді f көбейтілген түбірас 3 болады. Жақсы, енді осыны жазайық. Дальше m омега квадрат l бөлінген түбірасты 3, gm көбейтілген m бөлінген l квадрат түбірасты 3. Сонда омега квадрат неге тең 3gm бөлінген l куб. Ғарыштық жылдамдықтар. Бірінші ғарыштық жылдамдық деген планетаның бетіне шығып, оны айналып спутник болу үшін керек ғарыштық жылдамдық деген сөз. Яғни ортаға қарай қандай күші тартады? Gm бөлінген r квадрат, центрден итеретін күш mv квадрат бөлінген r. Сөйке бір-бірін теңестіру керек. r тең болады gmm r арлар мдар қысқарады. Сонда бірінші ғарыштық жылдамдығымыз түбірасты gm бөлінген r-ға тең екен. Ал біз гравитацияның gm бөлінген r квадратқа тең екендігін білетін болсақ, бірінші ғарыштық жылдамдықты былай жазсақ та болады. Планетаның бетіндегі гравитация көбейтілген r. Енді екінші ғарыштық жылдамдық деген осы планетаны мәңгілік тастап кету үшін керек ең аз жылдамдық. Ол үшін біз энергияны сақталу заңымен шығарамыз. Бастапқыда энергия сақталу заңы бойынша потенциалдық энергия әрине минус gm бөлінген r болады. Кинетикалық энергия қосылған потенциалдық энергия тең болады. Енді бұл минимальный энергия, ол шексіздікте 0 болу керек, жылдамдығы. Онда екінші ғарыштық жылдамдығымыз, m-дарды қысқартып жіберсек, 2gm бөлінген r-ға тең. Немесе ол түбірасты 2g r-ға тең болады екен. Так, енді планетаның бетінен денеге екінші ғарыштық жылдамдықтың 0,5%-ға асатын сондай жылдамдық беріледі дейді. 1,005 ғарыштық жылдамдық. Өте алыс қашықтықта оның жылдамдығы неге тең болады? Яғни ғарыштық жылдамдықтан қанша есе кішкентай болады? Энергия сақталу заңы бойынша шығарамыз. Бастапқыда бізде кинетикалық энергия мен потенциалдық энергия болады. Соңында тек кинетикалық энергия ғана қалады. Өте алыста потенциалдық энергия нөлге ұмтылады. m-дарды қысқартайық, және де v1 квадрат азайтылған 2gm бөлінген r тең болады v2 квадрат. v1 квадрат ол 1,005 квадрат, екінші ғарыштық жылдамдық квадрат болса, мынау бізде екінші ғарыштық жылдамдықтың квадратына тең. Сонда v2 бөлінген екінші ғарыштық жылдамдық тең болады неге? 0,05 квадрат азайтылған 1 түбірасты. Так, бұны калькулятормен табамыз. 1,05 квадрат азайтылған 1, осының түбірастысы, енді осының кері 10 болады екен. Демек, екінші ғарыштық жылдамдық мына соңғы жылдамдықтан 10 есе үлкен екен. Так, келесі. Мына есепті шығармастан бұрын біз Кеплердің заңдарын білуіміз керек. Кеплер заңдары. Кеплердің бірінші заңы, бүкіл планеталар күнді фокусы күн болатында эллипспен айналады. Эллипс. Яғни екінші заң, ол бүкіл планета белгілі бірдей уақыт аралығында бірдей аудандарды сызып өтеді дейді. Бұл заң неге апарады? Негізі былай дәлелдесек болады. Біз мынандай бір кішкене қозғалысты қарастырайық. Мынау шамамен 3 бұрыш болады. Мына бұрыш альфаға тең. Бізде альфа немен радиус вектормен жылдамдық арасындағы бұрыш альфаға тең.
Так, бұл не деген сөз? Проекцияға бөлеміз, былай қарай, және былай қарай. Мынау перпендикуляр проекция в синус альфаға тең. Сонда мына кішкене қашықтық бізде dx неге тең? В синус альфа дельта t-ға тең. Мына дельта s бізде r көбейтілген дельта x бөлінген 2-ге тең. Үш бұрыш қой. r в синус альфа dt бөлінген 2. Осы жерден ds бөлінген dt ол бізде тұрақты болады деген сөз. Ол неге тең? R в синус альфа бөлінген 2. Ал mv синус альфа ол бізде импульс моментіне тең. Демек, бұны бұлай жазсақ болады. L бөлінген 2. Бұл жерден не шығады? Бізде, яғни, импульс моменті де тұрақты деген сөз. Оны есептерді қолдансақ болады. Бұл Кеплердің екінші заңынан шығады. Ал енді Кеплердің үшінші заңын ол периодтың квадраты және де үлкен жарты осьтің кубы әрдайым тұрақтыға тең. Және ол тұрақтыны біз дәлелдей аламыз кейін 4 пи квадрат бөлінген жиынға тең екен. Енді осы есепті шығарып отырайық. Центріне байланысты бастапқы импульс моменті mv роға тең. Мына жердегі соңғы несі mv штрих r-ға тең. Импульс моменті сақталады, яғни v ро, массаларды сатып жүреміз, ол v штрих r-ға тең. Екіншіден энергия сақталу заңы mv квадрат бөлінген 2 тең болады. mv штрих квадрат бөлінген 2 азайтылған gmm бөлінген r. Массалар қысқарады. Так, v квадрат. Так, маған 2-ден берейік. v квадрат қосылған 2gm бөлінген r тең болады v штрих квадрат. Ол v квадрат, ро квадрат бөлінген r квадратқа тең. Сол кезде мына жерде ро квадрат бізде неге тең? Бұны барлығын v квадратқа бөліп r квадратқа көбейтсек, мына жерде r квадрат болады. Ал мына жерде 2gmr бөлінген v квадрат. Осылай біз ең кішкентай прицелдік параметрді таптық. Енді келесі есеп үшін біз Кеплердің үшінші заңын қолданамыз. Жер күнге тікелей құласа қанша уақытта құлайды дейді. Біз оны эллипс деп алсақ болады. Яғни мынау күн болса, бізде бұл эллипспен былай шамамен осындай созылған эллипспен, линияның өзін эллипс қылып алсақ болады. Енді 2a ол максималды r, мына бізде L қашықтығына тең. Қосылған минималды мынаған апогей дейді, мынаған перигей. Минималды болса бұл радиусқа тең. Күннің радиусы. Күннің радиусы күн мен жердің арақашықтығына қарағанда әлдеқайда кішкентай. Сол үшін біз жарты осьте L бөлінген 2 деп алсақ болады. Және де бұның құлайтын уақыты тек периодтың жартысына тең. Бұл құлайтын уақыты мына жер. Бұл уақыт периодтың жартысына тең. Сонда біз жердің периоды бөлінген жердің қашықтығын білеміз ғой. Енді мына осы траекторияның периоды ол 2t квадрат болады, және a кубы L бөлінген 2 куб. Мына L-дарды қысқартамыз. Мына жерде не шығады? 4t квадрат бөлінген 1 бөлінген 8. 32t квадрат. Сонда t неге тең? Жердің периоды бөлінген түбірасты 32. Демек, бұл 365,25 күн бар жылына. Оны бөлеміз 32-нің түбірастына. Сонда 65, шамамен 65 күн болады екен. 65 күнде құлайды екен. Құлай сақтасын. Енді соңғы есебіміз, және де ең қиын есеп бүгінге. Екі батыр жердің полюсінен тіке жоғары бұлай лақтырады екен.
L1 қашықтық. V1 жылдамдығымен лақтырады. Және де ол T1 7 күн ұшып барып келеді екен. Периоды T1 екен. Ал енді екінші батыр, ол одан да жоғары жылдамдықпен лақтырады. L2 қашықтыққа. Оның периоды T2, яғни 30 күнге тең екен. Бұл екеуінде эллипс қып қарастырсақ болады. Яғни мына A1 неге тең? L1 бөлінген 2-ге тең, A2 L2 бөлінген 2-ге тең. Так, T1 квадрат бөлінген A1 куб тең болады T2 квадрат бөлінген A2 куб, ол 4π квадрат бөлінген GM-ға тең. Оны біз спокойно не арқылы, шеңбер бойымен қозғалыс арқылы таба аламыз. Егер оның дәлелін қарағыларыңыз келсе, осы видеоның орысша вариантын қараңыздар, жүр жерде оны дәлелдегенбіз. Онда дәлелдей алмаймыз, уақыт жоқ. Так, келес көшеміз бұны. Сосын энергия жазамыз. Бастапқыда энергиясы mv квадрат бөлінген 2 азайтылған gmm бөлінген r болады ғой. Соңында бұда тек қана потенциалдық энергия қалады. Екінші жағдай үшінде солай болады. Так, біз осы жол басқаша шығарайық. Бізде мына уақытты білеміз, значит біз мына нені таба аламыз. L1-ді тауып алып, сосын оны орнына қойып, V1-ді тапсақ болады. L1 бізде неге тең? T1 квадрат GM бөлінген 4π квадрат. Осының 1 бөлінген 3 дәрежесі бұл. Бізде A болса, осыны 2-ге көбейтеміз. Сол бізде L болады. Так, GM-ді біз бұлай тапсақ та болады. GR квадрат қып тапсақ болады. Сонда L1 бізде неге тең болады екен? Калькуляторға қоя отырайық. T1. Так, T1-іміз бізде 7 күн көбейтеміз 24 сағат көбейтілген 3600 секунд. Осының квадратын көбейтеміз гравитацияға 98-ге. Оны көбейтеміз 6400 мың квадрат. Бұл бізде радиус. Оны бөлеміз 4-ке. Оны бөлеміз 3,14-тің квадратына. Осының 1 бөлінген 3 дәрежесі. Так, осыны көбейтеміз 2-ге. L1 бізде қанша шығады? 3,31 бөлінген 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі метр. Яғни 310 миллион 310 мың метр екен. 310 мың метр. Тура солай L2-ні табамыз. L2-ні бұлай қолданып табасасақ болады. Яғни тура осыны біз бөлеміз. Так, 7-нің қанша дәрежесіне? 2 бөлінген 3 дәрежесіне көбейтеміз 30-дың 2 бөлінген 3 дәреже. Өзгеретін солған. 81,8, 81,8, 10-ның 7 дәрежесі метр. Жақсы, енді V1 бізде неге тең? Мына жерде M-дарды қысқартып жібереміз. M-дарды қысқартамыз. Бізде бұл 2GM 1 бөлінген R азайтылған 1 бөлінген L1 түбір асты. Так, 1 бөлінген 6400 мың азайтылған 1 бөлінген
31 так 1 2 3 4 5 6 7 осылай осыны көбейтеміз 2-ге көбейтеміз g-ді ол g r квадрат деп алсақ болады иә осының түбір астысы бізде жылдамдық 11,084 11,084 метр секунд v2 енді 2 gm 1 бөлінген r азайтылған 1 бөлінген l2 түбір асты бұл қанша болады 1 бөлінген r тағы да 6400 азайтылған 1 бөлінген қанша еді 81 8 1 2 3 4 5 6 осыны көбейтеміз 2-ге көбейтеміз 9,8-ге көбейтеміз 6400 мың квадрат и осының түбір астысы 11156 11156 метр секунд. Онда айырмашылығы неге тең? Осыдан азайтамыз 11,084-ті 72 шамамен 72 метр секунд яғни дұрыс шықты. Сонымен сабағымыз бітті. Сау болыңыздар.